Менің жылыжайдағы екінші видеом. Мына жерге жартылай ащы бұрыштарды еккен болатынмын. Олар ешқайсы шыққан жоқ, бірақ жері әлі ылғал. Кейінде шығуы мүмкін. Жаңағы міне жасыл түске боялып, балдыр сияқты болып, жаңағы судың көп тұрғаннан, осы жерде ауа алмаспай тұрғаннан осындай болып қалды. Енді мүмкіндігімше жаңағы үйде болған кезде бір терезені ол кезде бір терезені ғана аштым. Ауа кірсін, ептеп. Енді сол өсіруім, ауаны кіргізуім, ауаның алмасуы, жаңағы судың бетін жауып қойып қойдым ғой былайнан. Сол кезде уақытында ашылмай қалуы, соның барлығы өстіп әсер етеді. Енді бұлар шыға ма, шықпай ма білмеймін. Енді шығып жатса да әлі кеш емес негізі. Топырақ ылғалымен тұр. Мына жер бар топырақтар ылғалмен. Бұларды суарып жүрген жоқпын, өзі сол ылғалмен тұр, сондай болып. Астың жағдым қыл, тағы шығуы да мүмкін. Мына жердегі гүлдер әлі шықпады сол бетінде. Міне тек қана шыққандарды ғана емес, шықпағандарды да айтып өтейін деп. Мына жерде де гүлдер, мына екеуі арамшөп па, гүл ма білмеймін. Әйтеуір суарып жүрмін. Содан кейін мынау қызанақтар, міне қызанақтар осылай болып өсіп тұр. Мына жерде кәділер, кабачки. Олардың да беттерін ашып жауып жүрдім мүмкіндігінше. Көрдіңіз бе, ашып жауып жүргенде мынау төбесі тесік, негізі өте ыңғайлы болды. Ашылмай қалса ештеңе етпейді. Мына ашылмай қалса да іші жылы болып тұрады, бірақ ауа кіріп тұрады. Сол көмектескен шығар, көрдіңіздер ме? Осы бірінші шықты негізі. Мынау бірінші шыққан кәді. Мыналар кешелі бүгін ғана шыққан кәділер. Мынаған бір көрдіңіздер ме? Екі үлкен жапырағы, және мына үшінші, төртінші жапырақтар шығып жатыр. Жағдайының жаңағы жақсы болуына байланысты шығар, сол тезірек шықты. Жаңағы айтып кеткен қызанақтарым, мынау қиярларым. Жаппай шығып жатқан қиярлар. Көрдіңіздер ме? Мына жерде тағы қызанақтар кейіннен әкеп отырғызған. Мынау да қызанақтар болу керек, қателеспесем. Я қызанақ кейіннен әкелген, басқа сұрып. Бұларды да көретін боламын. Мына сол ыдыстарда өскен жағдайлары осындай. Өспегендері осындай. Кейін видеолар түсіріп, сол айтатын боламын, не өсіп шықты, не өспеді деген сияқты. Енді мыналар өспей қалды деп керемет көңілім түсіп жүрген жоқ. Ештеңе етпейді. Кейінде өсе жатар дегенмен де көзімді қуантып, өзімді қуантып, осындай міне қиярлармен кәді, қызанақтар жақсы өсіп келе жатыр. Назарларыңызға рахмет. Қазір тағы бір видео түсіремін.